Шүкіршілік өміріңізді қалай өзгертеді? Шүкіршілік өмірді шынымен өзгерте ала ма? Өзіңізге ыңғайлы қалыпта отырыңыз немесе жатыңыз. Көзіңізді ақырын жұмыңыз. Мұрын арқылы терең тыныс алыңыз. Баяу дем шығарыңыз. Тағы бір рет терең тыныс алыңыз. Барлық асығыстық пен уайымды деммен бірге шығарып жіберіңіз. Қазір сіз тек өзіңізбен ғана бірге боласыз. Осы сәтке толық назар аударыңыз. Тынысыңызды сезініңіз. Жүрегіңіздің соғысын сезініңіз. Денеңіздің біртіндеп босаңсып бара жатқанын сезініңіз. Біз өмірде көбіне жетпейтін нәрселерге назар аударамыз. Әлі орындалмаған армандарға, шешілмеген мәселелерге, жіберілген қателіктерге. Бірақ дәл осы сәтте өмірімізде қаншама жақсы нәрсе бар екенін байқамай қаламыз. Шүкіршілік өмірді өзгертіп жіберетін сиқыр емес. Бірақ ол біздің өмірге деген көз қарасымызды өзгертеді. Ал көз қарас өзгерсе, көңіл күй өзгереді. Көңіл күй өзгерсе, әрекет өзгереді. Әрекет өзгерсе, өмір де біртіндеп өзгере бастайды. Енді өз өміріңізге көз жүгіртіңіз. Соңғы кездері қандай жақсы нәрселер болды? Мүмкін біреу сізге күлімсіреді. Мүмкін жақын адамыңыз жылы сөз айтты. Мүмкін бүгін ауа райы көңіліңізден шықты. Мүмкін жай ғана тыныш отырып, осы медитацияны тыңдап отырсыз. Осындай қарапайым сәттердің әрқайсысы өмірдің сыйы. Ішіңізден ақырын қайталаңыз: мен өмірімдегі жақсылықтарды көремін. Мен бар нәрсені бағалаймын. Мен ризашылықпен өмір сүруді таңдаймын. Енді денеңізге назар аударыңыз. Тынысыңыз өздігінен жалғасып жатыр. Жүрегіңіз тоқтаусыз соғып тұр, қолыңыз қозғалады. Аяғыңыз сізді алға жетелейді. Көзіңіз әлемнің әсемдігін көреді. Құлағыңыз құстардың үнін, жаңбырдың дыбысын, жақын адамдардың дауысын естиді. Біз бұларды күн сайын қалыпты нәрсе деп қабылдаймыз. Бірақ олардың әрқайсысы үлкен сый. Ішіңізден айтыңыз: мен денеме ризамын. Мен тыныс алып отырғаныма ризамын. Мен бүгінгі күнім үшін ризамын. Енді өміріңіздегі сізді қолдайтын адамдарды еске түсіріңіз. Олар көп болмауы мүмкін. Бір адам болса да жеткілікті. Сол адамның жүзін елестетіңіз. Оның сізге жасаған жақсылығын еске алыңыз. Жүрегіңізде жылы сезім пайда болғанын байқаңыз. Осы жылылықты бүкіл денеңізге таратыңыз. Ішіңізден қайталаңыз: жақсы адамдар үшін ризамын. Өмірімдегі махаббат үшін ризамын. Мен де айналамдағы адамдарға жылулық сыйлай аламын. Енді өзіңізге назар аударыңыз. Сіз осы уақытқа дейін қаншама қиындықтан өттіңіз. Қаншама сынақтарды артта қалдырдыңыз. Кейде шаршадыңыз. Кейде жыладыңыз. Бірақ бәрібір алға қарай жүрдіңіз. Өзіңізді сол үшін мақтаңыз. Ішіңізден айтыңыз: мен өз күшімді бағалаймын. Менің қолымнан көп нәрсе келеді. Мен күн сайын жақсырақ болып келемін. Енді болашағыңызды елестетіңіз. Сіз таңертең оянғанда бірінші болып жетіспейтін нәрсені емес, өміріңіздегі бар жақсылықты байқайсыз. Сіз өзіңізді басқалармен салыстырмайсыз. Өзіңіздің жолыңызға сенесіз. Кішкентай жетістіктеріңізді бағалайсыз. Әр күніңізді мағыналы өткізуге тырысасыз. Осындай өмір бір күнде келмейді. Ол күн сайынғы кішкентай шүкіршіліктен басталады. Қазір мына сөздерді асықпай қайталаңыз. Әр сөйлемді жүрегіңізбен сезініңіз. Менің өмірімде жақсылық көп. Мен әр күнімнің қадірін білемін. Мен бар нәрсені бағалаймын. Мен өз өмірімді жақсы көремін. Менің жүрегім тыныштыққа толы. Менің жаным мейірімге толы. Мен бүгінгі күн үшін ризамын. Менің өмірім күн сайын жақсы жаққа өзгеріп келеді. Тағы бір рет терең тыныс алыңыз. Деміңізді ақырын шығарыңыз. Денеңіз жеңілдеп қалғанын сезініңіз. Жүрегіңіздегі тыныштықты сақтаңыз. Осы тыныштықты бүгінгі күніңізге бірге алып шығыңыз. Есіңізде болсын: шынайы бақыт көбіне үлкен жетістіктерден емес, күн сайынғы кішкентай қуаныштарды байқай білуден басталады. Егер бұл медитация сізге ұнаса, бейнеге лайк басып, қолдауыңызды білдіріңіз. Осындай қазақ тіліндегі медитациялар мен жан тыныштығына арналған жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін Шүкір Лайф арнасына жазылыңыз.
пікірге бүгін не үшін ризашылық білдіретініңізді жазыңыз. Сіздің бір ауыз сөзіңіз басқа бір адамға шабыт беруі мүмкін. Уақытыңызды бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Келесі медитацияда қайта кездескенше. Жүрегіңіз тыныштыққа, өміріңіз ризашылыққа толы болсын.